Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бүгін біз сіздермен бірге тәжвид сабақтарын қайталайтын боламыз. Бүгін мәт және оның түрлері. Жалпы мәттің 9 түрі бар. Соның ішінде алатын болсақ, біріншісі мәт табиғи. Мәт әріптерін білесіздер, олар алиф, вау және яй әріптері. Бұл үш әріптің алдында қарекелі әріп келеді. Яғни бұл өздері, бұл үш әріпте де ешқандай да харекет болмайды. Сол кезде бұлардың алдында тұрған әріпті екі харекетқа созамыз. Мысалға, бә дейтін болсақ, бә, сол сияқты тә деген сияқты бұлар созылады, екі харекатқа созамыз. Немесе ти, жи. Яғни жим тұр, жим өзі харакалы келіп тұр, яй келді, яйда ешқандай да харакат жоқ. Бұл жерде демек жиді екі харакатқа созамыз. Сол сияқты бә әріпі келіп тұр, оның харакасы бар, фатха болып тұр, одан кейін алиф келіп тұр. Тағы да бір ә бар сияқты, тағы да бір и бар сияқты, тағы да бір не бар сияқты, у бар сияқты оқимыз. Мысалға, қалу дегенді алатын болсақ, қалу, яғни қаны екі харакатқа создық, ләмді екі харакатқа создық. Яғни даммадан кейін тағы да бір у бар сияқты, идан кейін тағы да бір и бар сияқты созамыз. Бұны біз мәт табиғи дейміз. Екіншісі мәт бәдәл. Хамзадан кейін мәт әріпі келетін болса, ол жерде екі харакатқа созамыз, оны мәт бәдәл дейміз. Мысалға, әмәну деген сияқты, әмәну. Яғни бұл жерде хамза келіп тұр, хамзадан кейін алиф келіп тұр. Алиф бұл жерде бізде мәт әріпі, демек хамзаны екі харакатқа созамыз. Яғни әмәну деген сияқты созып оқимыз. Бұны мәт бәдәл дейді. Үшіншісі мәт ғиуат. Мәт ғиуат деген, яғни алмастыру, бұл жерде фатхалы танвинге байланысты ереже. Фатхалы танвинді білесіздер, ән деген жұрнақ. Фатхалы танвинмен бірге алиф бірге жүреді. Қарасаңыз, мына жерде мысалда ғафуран дегенде радан кейін бізде не келіп тұр? Фатхалы танвин келіп тұр. Фатхалы танвиннан кейін осы жерде тоқтайтын болсаңыз, онда ол мәт ғиуат болады. Яғни созып барып тоқтаймыз. Ғафур, ғафура, яғни ғафура деген сияқты бұл жерде созып барып тоқтаймыз. Ал егер өтетін болсаңыз, онда бұл жерде мәт ғиуат болмайды, яғни мәт жасамаймыз. Ол кезде не болады? Бұл жерде идғам болады, яғни бұл жерде кіргізіп оқимыз, идғам болады. Ғафурар рахима деп кетеміз. Бұл жерде ол кезде мәттің үкімі түсіп қалады. Мәттің үкімі түсіп қалады да, мына жерде тоқтаған кезде ғана бұл жерде не істейді екенбіз? Созып тоқтайды екенбіз. Яғни амен тоқтаймыз. Ғафура деп, ал өтетін болса, ғафурар рахима деп мына жерде созу үкімін түсіп қалады.